Мен Марат Айзере, Жамбыл облысы, Меркі ауданы, номері 5-ші Ақарал жалпы білім беретін мектеп-гимназиясының 10-шы сынып білім алушысымын. Сіздерге мен электр қуаты үйімізге қайдан келеді атты бейнероликті ұсынамын. Электр қуаты сіздің электр үйіңізді электр энергиясы жүретін жол, жаңартылмайтын отыннан энергия шығаратын электр үймен жүреді. Жаңартылатын және жаңартылмайтын көздер арасындағы айырмашылық оларды өндіру үшін пайдаланылатын ресурстарға байланысты. Күн энергиясы мен су оларды газ, мұнай және көмір сияқты шектеулі мөлшерде қайта пайдалануға болмайды. Зауытта өндірілетін энергия кернеуді арттыру үшін трансформатор арқылы өтеді. Жоғары кернеу ұзақ мерзімді тасымалдауды жеңілдетеді. Бүкіл ел бойынша электр қуаты сіздің ортаңызда немесе елді мекенде жоғары вольтты трансформаторлық қосалқы станцияларда орташа кернеу тізбегі бойымен қозғалу үшін жүреді. Атырабабыс, үйіңіздегі ауадағы жоғары кабельдер немесе жер астындағы кабельдер конверсиялық орталықтарда қайтадан орташадан төмен кернеуге дейін төмендейді. Егер үйіңізде электр энергиясын тұтынатын есептегіш бар болса, электр энергиясы өндіріледі. Содан кейін оның барлық артықшылықтарын пайдалану үшін үйге дейінгі ұзақ жол жүреді. Бұл электр қуаты біздің үйлерді жарықтандыруға және бізге қажетті энергиямен қамтамасыз етуге жету үшін ұзақ жол. Бірлесіп жұмыс істейтін біздің буын матрицамызды құрайтын электр станцияларының жиынтығы бар. Олар осы буын кезеңі жүре алады. Біздің елімізде жел диірмендері, гидроэнергетика өндіретін жел электр энергиясының әртүрлі көздері бар. Олар гидроэлектростанциялардағы судың қозғалысы, фотоэлектрлік энергия күн батареялары және энергия жанарма есебінен термоэлектр станциялары өндіреді. Қалдықтар энергия өндіріліп, жоғары вольтты трансформаторлардан өткен бойда, олар бүкіл ел бойынша электр желілері тартылғанға дайын. Осы кезде тіректерге орналастырылған энергия мен трансформаторлар төменгі тұтынушыларға жететін төмен кернеулі желілерді үйлеріне қажетті қуатпен қамтамасыз етіледі. Назарларыңызға рахмет.